Карим ба, кәрім ба? Білмеймін орысша қалай айтылатын, өзің түсініп ал. Мен сен жас есі дұрыс жігіт деп жүрсем, досыңды көрсет, сенің кім екеніңді айтам дегенді растап тұрсың ғой. Өңке алжыған шалдардың арасында сен де алжыпсың. Былтырғың анау ЖСН жібер, құрылғың тірке, әйтпесе байланыс қызметін көрсетпей қоямыз дедің. Ол кезде әдейі үндемедім, қазағымның технологиялық сауатсыздығы жеңеді деп. Жеңді. Абоненттердің басым бөлігі тіркеле алмаған соң қазағымның наразылығынан сескеніп, байланыссыз қалдыра алмадым. Енді мынау қауіпсіздік сертификатын орнатыңдар дейсің. Ой, шаңыраққа қара, көт өзіңдікі ма? Өзіңдікі болса қыста, денеңді бос ұста. Біз Қытай емеспіз, мынаны орнатпасаңдар сендерге интернет жоқ дейтінге көнетін. Немесе псевдонацик, нағыз фашик путлердің жолын таңдадыңдар ма? Интернетте жауымыз көп, кез келген уақытта сөндірулер мүмкін. Банк, мемлекеттік қызметтер тоқтап қалады. Сондықтан өзіміз бөлейік, қауіпсіз интернет құрайық деп қазағымның құлағына құйрылағынан қайтадан ілмексің бе? Қазақ интернетінің жауын алыстан емес, анау биліктен шел басқан көздеріңді ашып, Қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Назарбаевқа және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, яғни Масимов өздеріңе қарасаң табасың интернеттің жауын. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жаңбол Шекербекұлы рахматулла. Құрылған тіркеуге де тесік сертификат орнатуға да міндетті емеспіз, еркін азаматпыз. Бостандығымыз шектеушілерді заң бойынша қудалаймыз. Тек қана халқымыздың басым бөлігі мына сұрқиялардың арбауларына сеніп тізгінінде кетпесе болды. Өйткені заңды ететін Нурик немесе еркек емес ез Бекболат және оның әріптестері халық қалаулылар сымақ депутаттар емес, ақиқатында қоғамның басым бөлігі. Сондықтан еліміз, жеріміз, ұлтымыз үшін жауапкершілікті сезініп, өз мойнымызға алайық. Алжыған қақпастардың ауыздарына қарап, тағдырымызды қолдарына тапсырып қойып, автопилотта отыра бермейік. Мемлекетіміздің қоғамдық және саяси өмірінде белсенділік танытайық. Ең болмаса өзіңіз үшін, болмаса да келер ұрпақ үшін. Құрметпен, Жаңбол Шекербекұлы рахматулла.